Қайырлы күн баршаңызға. Таңғы асқа өте керемет әрі тәмді болып шығатын аладей дайындаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кет. Айранымызға 2 жұмыртқамызды салып аламыз. Айран бөлме температурасында жылы болу керек. Одан кейін 3 ас қасық қант салып аламыз. Егер одан да тәтті болғанын қаласаңыздар, 4-5 ас қасық салуға болады. Азырақ тұзымыз бен ас содамызды салып аламыз. Барлығын қантымыз ергенше толықтай араластырып аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Одан кейін осылай жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Екіншісін осылай салып аламыз. Арасында түйіршіктер қалмау керек. Қалған ұнымыздың барлығын салып, араластырамыз. Бізде осылай дайын болды, қоюлығы бәрі осындай болады. Табамызды қыздырып, азырақ май салып аламыз. Одан кейін үлкен ас қасықпен осылай салып аламыз барлығын. Өз қалауларыңызша салсаңыздар болады. Төменгі градуспен пісірген жақсы, 2 минутта пісіп шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, бір жасағаннан шығады, өте үлкен болып көтерілген. Осылай қалғандарын барлығын пісіріп аламыз. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Бұл рецепті ғаламтордан алдым. Өте керемет, тез көтеріледі, көңілімнен шығып жатыр. Асығыс кезде таңғы асқа дайындалатын аладейдің өте жеңіл әрі дәмді түрі. Екі жағы да осылай қып-қызыл болып әдемі шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Видео ұнаса, лайк басып, пікір қалдырып, қолдап кетіңіздер. Қайырлы күн баршаңызға. Бір ғана стакан сүттен өте дәмді әрі жұмсақ пирог дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Одан кейін қантымызды салып, миксермен жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызға қопсытқыш салып, алдын ала екеуін араластырып аламыз. Ұнымызды бөліп салып араластырып аламыз. Негізі миксермен араластырсаңыздар да болады.
Одан кейін ыстық үстімізге майымызды ертіп аламыз. Екеуін суытып барып құямыз. Қалған ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз дайын болды. Арасында ұн түйіршіктеліп қалмау керек. Дайын салмамызды формамызға құйып, алдын ала қыздырылған печкада 180 градуста 30-35 минутқа пісіріп аламыз. Мен бетіне осындай грецкий жаңғақ салдым. Өз қалауларыңызша басқа да жаңғақ салсаңыздар болады. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кет. Қайырлы күн баршаңызға. Пселюмсіз, дрожжсыз, чечевицадан глютенсіз нан жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Алдымен чечевицамызды түнге суға салып қоямыз, холодильникке. Одан кейін азанда бір жуып алып, үстіне 2 жұмыртқамызды, одан кейін 2 ас қасық айранымызды, тұзымызды салып аламыз. Одан кейін 2 ас қасық оливковый масламызды құйып аламыз. Покружной блендермен жақсылап езіп аламыз. Үстіне 1 ас қасық қопсытқыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін осындай формамызға құйып аламыз. 180 градуста 50 минутқа пісіріп аламыз. Чечевицадан нанымыз дайын. Толықтай суытып барып кесеміз. Кескенде арасы осылай болып шығады. Кәдімгі нандардан ешқандай айырмашылығы жоқ. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер. Көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Бір жасағаннан шығады. Мен өзім бірінші рет жасадым бүгін. Видео ұнаса, пікір қалдырып, лайк басып кет. Сәлем баршаңызға. Осындай дәмді, ауызда еритін сүзбелі бәліш рецептімен бөліскім келіп отыр. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ұнымызға қантымызды салып, ертілген сары майымызды, 2 жұмыртқа, азырақ тұз, қопсытқыш, қаймағымызды салып, жақсылап біркелкі қамыр илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пакетикке салып, жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Салмасын дайындаймыз. Сүзбемізге қант ұнтағын салып, 2 жұмыртқа, кукурузный крахмалымыз салып, блендермен жақсылап араластырып аламыз. Бізде салмасы дайын, бұны бөлек бір жерге қойып қоямыз.
Қамырымызды аламыз, екіге бөліп, егер қолдарыңызға жабысып жатса, азырақ ұн сеуіп жіберіп жайсаңыздар болады. Жайылған қамырымызды осындай формамызға салып аламыз. Қамырымызға жаңағы салмамызды салып аламыз. Екінші қамырымызды жайып, кесіп аламыз да сүзбелі бәлішіміздің бетіне қойып шығамыз. Духовкада алдын ала қыздырылған 180 градуста 40 минутта пісіріп аламыз. Сүзбелі бәлішімізді толықтай суытып барып кесеміз. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Гулиза бір жасағаннан әдемі болып шығатын сметанник пирог рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпа. Ол үшін бізге ұн, қант, сары май, жұмыртқа, қопсытқыш керек. Ұнымды алдын ала електен өткізіп алып, үстіне қопсытқыш салып, қантымызды, майымызды салып, араластырып аламыз. Жұмыртқамызды салып, араластырып, илеп аламыз. Дайын болған қамырымызды пакетикке орап, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Формамызды алдын ала осылай дайындап аламыз. Жаңа қамырымызды алып, екіге бөліп, астыңғы жақтарын жақсылап осылай салып аламыз.
Және екінші қамырымызға шеттерін осылай жасап аламыз. Осылай стаканның көмегімен тегістеп алсаңыздар болады. Салмасын дайындаймыз. 500 грамм қаймағымызға қантымызды салып, 4 жұмыртқамызды салып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Осылай жайлап 10-15 минут араластырып аламыз. Қамырымызға салмасын салып, 180 градуста алдын ала қызып тұрған печкада 35-40 минут пісіріп аламыз. Пирогымызды толықтай суытып болып кесеміз. 2 сағатта толықтай суиды. Арасын қазір кесіп көрсетемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды. Қайырлы күн баршаңызға. Ерекше әдіспен жасалынатын бауырдан котлет рецептісімен бөліскім келіп отыр. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Алдымен табамызға майымызды салып, пиязымызды жақсылап қуырып аламыз. Қуырылған пиязымызды мясорубкадан өткізілген бауырымыздың үстіне салып, азырақ тұзымызды, 2 жұмыртқамызды, ноқат ұнын саламыз. Егер ноқат ұны болмаса, кәдімгі ноқатты суға жуып, жібітіп алып, блендерлеп салсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз, біркелкі болғанша. Қызып тұрған табамызға майымызды салып, котлеттерімізді салып пісіріп аламыз. Баяу отта пісіреміз, арасы жақсы пісіп шығу үшін. Осылай екі жағында жақсылап қызартып пісіріп аламыз.
Бауырдан котлеттерimiz дайын болды. Егер рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай брокколи мен цветная капустадан таңғы асқа оладьи жасаймыз. Егер балдарыңыз брокколи жемесе, осылай жасап берсеңіздер болады. Видеоны қарамас бұрын алдымен каналыма тіркеліп, қолдап кет. Алдымен цветная капустамызды осылай мен 10 минутқа қайнатып алам. Одан кейін брокколимді салып, қайнаған суға бір 2 минут, 1 минуттай салып аламын. Одан кейін екеуін сразу мұздай суға салып аламыз. Піскен цветная капуста мен брокколимізді блендерге салып, езіп аламыз. Блендерден өткізіп болып екеуін ыдысымызға саламыз. Үстіне тұзымызды, ұнымызды, нутовый ұн, менде бұл жерде, егер нутовый ұн болмаса, кәдімгі ұн салсаңыздар болады. Одан кейін 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Салмамыз сұйықта болған жақсы, сұйық болса, оладьйіміз жұмсақ болып шығады. Ал егер қою болып қалса, қаттылау болып шығады. Қызып тұрған табамызға майымызды салып, барлығын қуырып аламыз. Таңғы асқа бұл өте пайдалы тағам. Егер балдарыңыз брокколи жемесе, цветная капуста жемейтін болса, осылай жасырын түрінде жасап беруге болады. Оладьиларымыз дайын, осылай 2 жағы қызарып, тез піседі, әдемі болып шығады. Баяу отта пісіру керек. Екінші салмасын пісіріп аламыз. Бұл оладьиді жасауға негізі көп уақытта кетпейді. Таңғы асқа, түскі асқа жасауға өте ыңғайлы әрі пайдалы тағам. Толықтай барлығы пісіп шықты. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Қайырлы күн баршаңызға. Бір жасағаннан шығатын лимонды пирог рецептісімен бөлісемін. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Лимон цедрасын осылай теркіден өткізіп алып саламыз. Одан кейін суын сығып құйып аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып аламыз. Одан кейін мен азырақ
Түс беру үшін куркума салдым. Куркума салу маңызды емес. Ұнымызды осылай біртіндеп салып, миксерлеп аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді осыны формамызға құйып аламыз. Формамызға құйып, 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз толықтай суыды бізде. Мен сәндік үшін бетіне қант қобыздықшыны сеуіп алдым. Рецепт ұнаса, жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Қазір арасын кесіп көрсетемін. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай, әрі көп уақыттарыңызды алмайды. Арасы осылай жақсы пісіп, сап-сары болып, әдемі болып шықты. Қайырлы күн, достар. Дәмі өте керемет әрі нәзік болып шығатын апельсинді пирог рецептімен бөлісемін. Жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріңіздер. Бір жасағаннан өте керемет дәмді болып шығады. Алдымен 5 жұмыртқамызға қантымызды салып, миксерлеп аламыз. Теркадан 2 апельсин цедрасын алдын ала өткізіп аламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды миксермен араластырып болғаннан кейін, үстіне ерітілген сары майымызды, қаймағымызды, одан кейін 2 апельсин цедрасын саламыз. Ұнымыздың үстіне қобыздықшымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз алдын ала. Одан кейін бір апельсиннің согын ситадан осылай сығып аламыз. Ұнымыздың жарты бөлігін салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Одан кейін екінші бөлік барлық ұндарды салып, тағы да араластырып аламыз. Мен осындай формаға жасаймын. Егер кекстің формасы болса, соған жасасаңыздар болады. «180 градуста духовкамызда 45-50 минутта пісіріп аламыз. Бізде дайын болды. Менде толық суығанша формадан алу керек. Менде қатты суымады, сәл жылы күйінше формасынан алдым. Үстіне мен осылай қант ұнтағын сеуіп алдым.
Арасын қазір кесіп көрсетемін, қалай шыққанын. Мен де өзім бір рет жасап тұрмын. Апельсиннің иісі өте керемет шығып тұр. Міне арасын қарап алыңыздар, сап-сары, өте әдемі болып шыққан, бір жасағаннан шығады. Видео ұнаса, соңына дейін қарап, пікіріңді қалдырып, лайк басып кет. Қайырлы күн баршаңызға. Құрамында бидай ұны, қанты жоқ, глютенсіз күріш ұнынан блини жасаймыз. Видеоны толықтай қарап, каналыма тіркеліп кет. Алдымен суымызды құйып аламыз ыдысымызға. Одан кейін 2 жұмыртқамызды айранымыздың үстіне пищевая содамызды екеуін араластырып құйып аламыз. Кішкене ғана тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін ұнымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтау болған жақсы, ұнын қатты көп салмайсыздар. Одан кейін сары майымызды саламыз. Сары майды ерітіп салсаңыздар да болады. Менікі бөлме температурасында еріп тұр. Кейін табамызды әбден қыздырып алып, кәдімгі блини ұқсап пісіре береміз. Осылай екі жағы да әдемі қызарып піседі. Көбінесе мен бұндай блиниларды, глютенсіз блиниларды ақ нанның орнына таңғы асқа жасап жеймін. Барлығын осылай пісіріп аламыз. Бірінші кезде астына азырақ табамызға май жағып алсаңыздар болады. Блинimiz барлығы толықтай пісіп шықты. Екі жағы да әдемі болып қызарып. Кәдімгі жасап жүрген блинimizдан ешқандай айырмашылық жоқ, тек бұның құрамында қант болмайды. Жасап көруге кеңес беремін. Қайырлы күн баршаңызға. Бір жасағаннан шығатын лимонды пирог рецептісімен бөлісемін. Жұмыртқамыздың үстіне қантымызды салып, миксердің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, тағы да араластырып аламыз. Лимон цедрасын осылай теркіден өткізіп алып саламыз. Одан кейін суын сығып құйып аламыз. Ұнымызға қопсытқышымызды салып аламыз. Одан кейін мен азырақ түс беру үшін куркума салдым. Куркума салу маңызды емес. Ұнымызды осылай біртіндеп салып, миксерлеп аламыз. Салмамыз дайын болды. Енді осыны формамызға құйып аламыз. Формамызға құйып 180 градуста 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Пирогымыз толықтай суыды бізде.
Мен сәндік үшін бетіне қан қобыздықышын сеуіп алдым. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Мен өзім бірінші рет жасап тұрмын. Қазір арасын кесіп көрсетемін. Бұл пирогтың жасалу жолы өте оңай, әрі көп уақыттарыңызды алмайды. Арасы осылай жақсы пісіп, сап-сары болып, әдемі болып шықты. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін осындай қатпарлы самсаның рецептісімен бөлісемін. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, қолдап, лайк басып кет. Алдымен ұнымызға тұзымызды, дрожжымызды құйып, суымызды құйып, бір келкі қамыр илеп аламыз. Қамырымызды илеп болып, пакетикке салып, 1 сағатқа демалдырып қоямыз. Бір сағат демалған қамырымызды 2-ге бөліп, жайып аламыз. 2-ге бөлмей, осылай бүтіндей жая берсеңіз де болады. Жаңа 2-ге бөлген қамырымыздың біреуін алып, жайып аламыз, жұқа қылып. Қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Неғұрлым жұқа болған сайын самсамыз дәмді, қатпарлы болып шығады. Қамырымызды дәл осылай жұқа қылып жайып аламыз. Одан кейін үстіне ерітілген сары майымызды құйып, жағып аламыз. Менде сары майды көп құйып жібердім, себебі өзіме майы көптеу болған ұнайды. Кейін барлығын осылай орап шығамыз. Орап алып, бұны бір шетке қойып қоямыз. Екінші қамырымызды жұқа қылып жайып алып, бетіне ерітілген сары майымызды жағып, жаңа оралып тұрған қамырымызды алып, екеуін біріктіріп, орап аламыз да, морозильникке 1 сағат, 2 сағатқа қойып қоямыз. Салмасына менде фарш, одан кейін 2 картошка қостым. Картошканы қоспасаңыздар да болады. Пияз, картошка мен пияз екеуін көбіктеп, турап алып саламыз. Пиязымызды да майдалап көбіктеп турап аламыз. Бізде салмамыз дайын. Морозильниктегі 1 сағат тұрған қамырымызды алып, алдын ала шығарып қоямыз, бір 15 минутқа. Одан кейін осылай майда бөліктерге бөліп алып, болған соң барлығын осылай домалақтап аламыз. Кейін осылай жайып аламыз, барлығын домалақ формасында. Одан кейін қамырларыңыз жабысып жатса, азырақ ұн сүйіп жайсаңыздар да болады. Мен барлық қамырды осылай формаға салып жайып аламын алдын ала. Одан кейін
фаршымызды салып, өздеріңіз қалағанша формаға сала берсеңіздер де болады. Менде осылай 4 бұрышты формаға салдым. Дайын болған самсалардың үстіне жұмыртқамызды жағып, бетіне, одан кейін 180 градуста пісіріп аламыз. Самсаларымыз дайын, өте қатпарлы, әлі қытырлақ, дәмді болып шығады. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын. Қайырлы күн достар, бүгін осындай айраннан ажурный әдемі блинчики дайындаймыз. Видеоны қарамас бұрын каналыма тіркеліп, лайк басып кет. Айранымызға соданы салып, жақсылап араластырып аламыз көпіргенше. Үстіне 2 жұмыртқамызды салып, қантымызды толық ергенше жақсылап араластырып аламыз. Сұйық май құйсаңыздар да болады, менде сары май салдым ішіне. Ұнымызды жартысын салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды барлығын салып болғаннан кейін үстіне қайнап тұрған ыстық су құямыз. Суымызды құйғаннан кейін тез жылдам араластырамыз, ішіне жұмыртқасы пісіп кетпес үшін. Табамызды қыздырып аламыз, үстіне азырақ май салып, блиниларымызды пісіре береміз. Бастапқы кезінде 1-2 блини жабысуы мүмкін, одан кейінгілері жақсы шығады. Блиниларымыз дайын. Мен салмасына осындай творогпен қантты араластырып салдым. Рецепт ұнаса жасап көріңіздер, көңілдеріңізден шығады деген ойдамын.